Сізге подарком. Қуасың ба? Негізінен күшті контенттер сыр осымен. Адам деген ар жаққа барып жақпай ма, мен туған күнім ғой, көзім жетайын. Мені Солықты айтам да, не деген бетімен кеткен солық, мынау. Өзім ай, мөлтіреген көзім ай деп қойын да. Съемканы аяқтап үйге келдім. Қазір қайтадан қалаға шығам. Неге десеңіздер, ертең менде фотосессия. Туған күнге дайындық қатты отыр я. Туған күн жақындаған сайын құлпырып баратын ба, что-то емес. Бит қойын да. Бітсем, любой сынайын деп тұрған. Я сказала да, деймін ба? Нә, қысын таңғы салқынмен, таңғы самал желмен байға кетіп бартқан жайымыр. Сүйінші қалқым, неужели деп қойын ба? Дайректе осындай неше тілі адамдар бар да ше. Біреу үшін салып қойын деп атым көрсін. Өмірден бұл үйде үлгісі үнсіздікте. Маған кішкене ұстайды арасында сөйтіп. шабыты қозып жатыр. Қозып жатыр, Мен бұл үйде квартирантпын ғой. Тамақ құйып қойыпты. Тамақ ішіп алайын құрсын. Жақта деген Сұлтан. Бұл бала әпшуін кешем сен қорқатшы менен. Телефонсыз бір күн жүрсек, теп-тек болып кетеміз ғой. Телефонсыз бірдеңе жетіспей тұрған сияқты ше. Бұрын қалай жүргенбіз деймін да. Балшықпен ойнай беретін қой бұрын бірақ. Приятного нам аппетита. Қуатының. Сәл сондай енді, бұған ренжімеңіздер. Қайырлы күн, қалайсыздар? Біз қатысушылармен бір өзіміз келіп отыратын жер тауып алдық. Питак дейді ғой, короче, міне мына жерде бәрі бар. Постоянно осы жерден алар. PlayStation, стольный теннис бар. Мына жақта чайный зона, чай, кофе бәрі тегін. Біздің таңдауымыз My room, место для друзей дейді. Дәл осы жерде боламыз, ағайындар. Осы жерде кез келген ойынның түрлері бар. 15-20 адамдық VIP залдары да бар. Осы жерге келіп мафия ойнасаңыздар болады. Қазір астына аккаунт тастап кетем, сол аккаунтқа кіріп барлығын толық ақпарат алсаңыздар болады. VIP-каның бағасы 1200 теңге адам басына сағатына, ал мына общий залдың бағасы 1000 теңге сағатына. Осы жерге келіңіздер. Четко екен андай Uno дейді, мынандай ойындар бар, сосын Sony теннис, PlayStation, ең қызығы 20 адам болып мафия ойнасаңыздар болады. Достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Кішкене ауырып қалғанымыз бар. Тағырге бар жанымда. Бұл кісі де ауырып жатыр. Походу менен жұқты. Ауырып жатқаннан кейін алма жесін деп алма келдім. Ешкімге көрсетпей тығылып жеп тұр. Сосын андайға барса сұрайды да бәрі. Тек айнаның алдына салады екенбіз сұрайды. Осындай жерден де бір сап қояйықшы, кеш жақынышы. Міне. Эфирге 14:30-да эфирді қосыңыздар. Отырамыз. Сәл бүгін сәл нормальный болған сияқты, бірақ ақыры сәл қаттырақ ауырып қалған сияқты. Алматының ауа райы қатты салқын болып жүрген, негізі күндіз жылы, кешке салқын болып кетеді. Сол үшін қалың киініп алыңыздар. Қазір ауа райы өте түсініксіз. Ауырып қалмаңыздар, жылы киініп жүріңіздер. Привет, қалайсыздар? Біз қалаға шықтық, аңсарды ойнатуға апарып жатырмыз. Іші пысып кетті, үйге сыймай. Еще дала күшті болып тұр. Пасмұрны хотя маған қатты ұнамайды, но аңсарға ұнайтынына сенімдімін. Бұл ГВ-дан шығару вроде нормально. Күндіз негізі азайған қазір. Так, не істеп жатырмыз? Тазалап жатырмын. Не еттір ма? Фата. Давайте кеттік. Опа, все. Вот кетем. Алматының жолдары қатты кең емес. Ал бірақ қай жолға барсаң да әйтеуір бір ремонт болып жатады. И қаланың өзі пробкада. Кәдімгі оқу жылы басталды. Қала деген бітеліп тұр. Соның өзінде ремонт жасап жатыр ғой. Яғни бұзылған, дұрыс емес жолдарды жасап жатса мақұл, түсінесің да. Дұрыс болыпты жасап жатыр деп. Түп-түзу істеліп тұрған жолдарды жасап жатыр ма, түсінесің. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы өтсін, тәтті өтсін. Сауапқа толы болсын, берекеге толы болсын. Тараздамыз, жақсы бір центрге келіп қалдық, клубқа келіп қалдық. Сәл-пәл Гербалаев ішіп жүрген бар негізі. Жаққаннан кейін. Біреу жақтырады, біреу жақтырмайды. Бірақ қасында Бекең бар. Мінекей осы кісілердің нұсқауымен жақты көріп тұрсыздар.
жалпы негізі денсаулыққа кәдімгідей пайдасы бар сияқты, өзіме ұнап жүр. Менің оқырмандарым арасында ішіп жүргендер болатын болса, хабарға шығыңыздар, әңгімелесейік. Мен кездесудемін Фаридамен. Бізде өте қызық ситуациялар болып жатыр. Фарида, не дейсің сен оған? Ені Біздің ситуацияларға не дейсің жалпы? Қазір болып жатқан. күшті болып отыр да. Күшті болып отыр ма? Приключениемен. Жалпы нормально приключение болып отыр. Жаңбыр жауып кетті. Басын айтайын, 2 сағат пробкада отырдық, 3 сағаттай. Тағы айтайын ба? Я бір точкада 2 сағат келдік. Иә. Бірінші рет мен Алматының пробкасымен. Солай келдік. Ал тағы қызықтар бар көп. Оның барлығын ертең айтатын боламын создада. Сол үшін ертең 12:00-де НТК арнасын қосып қараңыздар. Ал бізге приятного просмотра. Давна әділетке барып келдім косметологқа, барында киімдерін киіп алдым десем ба. Мамаммен бірге бардым, мамамды алып бардым. Мамамның кожасы түфі жақсы, бірақ все равно чистка лица не помешает деп әділетке айттым. Әділет менің мамамды түріне чистка лица жасау керек деп. Жаңбырдың астында қалып қалғаннан кейін Шыңғыс маған өзінің формочкасын берді. Формасын киіп жүрдім врачтар құсап. Кстати, Әділеттің өзінің күшті косметика шықты, уходовый косметика. Бұйырса соған реклама жасаймын, міндетті түрде алсаңыздар болады. Мамамды чистка лицаға жатқыздырып, өзім ел жұрттың бәрімен әңгіме айтып, Әділетке еркелеп, әңгімемді айтып, өсең бәрі жиналып қалды.